Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге түрік кебаптарының бір түрін көрсететін боламын. Дайындауын тепси кебабы деп аталады, яғни науа кебабы қазақша айтқан кезде. Дайындау небәрі 10 минут кетеді. Ең бірінші тартылған сиыр етін ыдысымызға алып аламыз. Бір пияз, бір жасыл бұрыш, бір қызыл бұрыш және петрушка қосамыз. Дәмдеуіштер, бір шай қасық тұз және сарымсақ, яғни чеснокты қосып жақсылап араластырып аламыз. Дәмдеуіштер ретінде мен бір шай қасық қара бұрыш, бір шай қасық чили бұрыш, зире және тимян қолдандым. Бірақ сіз қалаған дәмдеуіштерді қолдансаңыз болады. Жақсылап илеп болған соң пісіретін табамызға алып, ыдыстың түбіне фаршымызды жаямыз. Қалыңдығы 1 сантиметрдей жаюымыз керек. Содан кейін картоптарымызды дөңгелектеп кесеміз. Картоптарымызды фарштың үстіне қалағанымызша орналастырамыз. Кесілген қызғанақ және бұрышты өз қалауымыз бойынша орналастырамыз. Кейін соус дайындауды бастаймыз. 1 стакан ыстық су, чай қасық тұз, 1 ас қасық томат пастасын жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң 1 ас қасық май құйып жақсылап араластырамыз. Соусымыз дайын, үстіне құямыз. Содан кейін үстін фольгамен жабамыз. Жақсылап жабамыз, тезірек және дәмдірек дайындалу үшін. Алдын ала 180 дәрежеде қыздырылған пешке саламыз. 30 минут үсті жабық түрде пісіреміз. 30 минуттан кейін үстін фольганы алып тастап, тағы 30 минут пісіреміз. Осымен біздің кебабымыз дайын болады. Мен 200 дәрежеде пісірдім. Сіздің пешіңізге байланысты қалаған дәрежеде пісірсеңіз болады. Осымен біздің кебабымыз дайын. Асыңыз дәмді болсын.